елестетіңіздер, мына бетінде бізде перегородка тұр да. Бізде мына еттердің жағдайын көреміз. Көбісі сұрап жатады, Називи мен жатырдағы баланың не екеуінің байланысы бар деген сияқты. Әйел адамға ешқандай дискомфорт болмайды. Ешқандай дискомфорт болмайды. Біз тек қана осылай шашып. Бұдан басқа қандай да бір кеңес беріле ме жүкті әйелдерге? Жүкті әйелдерге жаңағы медикаменттерден бөлек өздері істей алатын. Ол кезде бүкіл мұрынның бөлігі қамтылады. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бүгінгі біздің видеомыз сәл бөліктеу форматта, өйткені бүгін бізде қонақта 7 жыл тәжірибесі бар дәрігер лор, Алматы қаласының Сана клиникасының лор дәрігері Азизбек Бахтиярұлы жүктілік кезіндегі жүкті әйелдің кездесуі мүмкін түрлі лор патологиялар туралы айтатын боламыз. Және де бүгінгі видеода қыздар біз өте маңызды тақырыптардың бірін қозғайтын боламыз. Ол жүктілік кезінде көптеген жүкті әйелдердің мұрын біту проблемалары болуы мүмкін, және де жүктілік кезінде бізде көптеген препараттарды қолдануға болмайды. Осындай жағдайларда жүкті әйел қалай өз-өзіне көмектесе алады? Осы сұрақтардың барлығын біз қазір Азизбек Бахтиярұлынан сұрайтын боламыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Сізге көп рахмет. Бүгін жүкті келіншектердің өте маңызды осындай сұрақтарына жауап беруге келіскеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Енді сізден сұрайтын ең алғашқы сұрақтардың бірі, көптеген жүкті әйелдердің жүктілік кезінде мұрындары бітеді. Ол бірінші триместрда болуы мүмкін, екінші, үшінші триместрда болуы мүмкін. Және жүктілік кезіндегі үлкен проблемалардың бірі дәрі-дәрмек қолдануға болмайды. Енді сізге сұрақ, неге осы жүктілік кезінде көптеген әйелдерде мұрын біту проблемасы пайда болады? Жалпы айтатын болсақ, бұл тақырып өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Именно осы жүкті әйелдердің ішінде. Өйткені бізде ауада қалқып жүрген көптеген инфекция вирустар бар. Біз ауамен демалғасын бүкіл шырышты қабық ол вирустармен жанасатын болады. Ал жалпы жүктілік кезіндегі бұл патологиялардың шығуы негізінен жүктіліктің өзінде болатын ауытқулар болады ғой. Мысалы, әйел кісілердің именно жүктілікке байланысты гормональный перестройкасы бар. Мысалы, адам организмнің жаңағы сыртқы вирустарға төтеп беру механизмі әлсізденеді. Сондықтан ол бір. Екіншіден, жаңағы бізде гормональный перестройка дедік. Адам ағзасында жаңағы жүктілердің қанда именно эстроген және прогестерон гормондарының көптеп бөлінуінен және кортизол гормондарының көптеп бөлінуінен осындай мұрынның демалуына кедергілер пайда болады. Жалпы сіздің пациенттеріңіздің арасында жүкті әйелдер, осындай мұрын біту проблемасымен келетін жүкті әйелдер көп па? Жалпы жүктілердің ішінде именно осындай патологиялармен бізде мысалы 5 жүкті әйел болатын болса, оның ішінде 1-2 осындай ауытқумен келеді. Бар. Именно жүктілік кезінде пайда болатын мұрынның қабынуы, ринит, жүктілердің риниті деп айтылады, сондай патологиялармен келеді, Енді сіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, жүктіліктің қай триместрінде осы патология жиі кездесіп жатады? Жүктіліктің мысалы 3 триместрін айтатын болсақ, оның бірінші триместрі ол бірінші әйел кісінің жатырда өсіп келе жатқан ұрыққа бейімделу сатысы ғой. Бірінші триместрде ол кезде сол бір-біріне адаптациялық кезең болады. Сол кезде біріншілік мұрынның бітелу басталады. Екінші кезеңде қатты ондай болмауы мүмкін, бірақ 20-шы аптадан кейін бізде қайтадан токсикоз бар. Мысалы, сондай ауытқулардың әсерінен де бізде мұрынның бітелу проблемалары көптеп кездеседі. Және 3-ші триместрде болуы мүмкін. Сізде қандай да бір статистика бар ма? Мысалы, осындай әйелде ол ринит беременных болады, осындай әйелде болмайды. Мысалға, мүмкін аллергияға бейім әйелдерде сондай ринит беременных кездеседі де, ал аллергияға бейім емес әйелдерде мүмкін ондай кездеспейтін шығар. Сондай бір статистика бар ма? Жоқ. Ондай статистика бізде негізі ондай жоқ, бірақ мен өзім практикамда былай байқап қарайтын болсам, кейбір кісілер бар, аллергиясы жоқ, бірақ вазомоторный ринит, жаңағы ринит беременных бар. Именно жүктілік кезінде басталады? Именно жүктілік кезінде басталады. Кейін жүктілік определенный бір уақытқа келген кезде ол мұрынның бітеуі, жаңағыдай демалу қиындау деген тоқтайды. Сонда оның ең бастапқы факторларының бірі ол жүктілік кезіндегі әйел адамның өзгеретін гормоналды факторлардан. Алғашқы себептердің осы. Яғни теоретически дені сау, толығымен дені сау әйел жүктілікті бастаған кезде осы ринит проблемасы ол әйелде де болуы мүмкін. Тағы бір айтатын жайт, бұл жерде жаңағы аллергиясы бар адамдарда ринит беременностің жүруі
жоғары болуы мүмкін, жоғары деңгейде қиындау болуы мүмкін. Өйткені аллергияның өршу сатысына тура келетін болса, жаңағы бірінші, екінші сатысы деген ондай кезеңдерде бар. Ол кезде жаңағы ринит беременных плюс еще аллергиясы қосылып, әйелдің жағдайы қиындай. Кейбір кісілерде болады аллергиясы жоқ, бірақтан мұрын қуысының өзінің конституциялық өзгерістері, мысалы айтатын болсақ перигордтың қисық болуы, немесе кейбір кісілер болады жүктілікке дейін де бізде називин, снуп деген сияқты, атревин сияқты спрейлер шашып жүрген бір кісілер болады. Олар жүктілік кезінде одан әрмен өршиді. Так что былай бізде аллергияға байланысты деген ондай связь жоқ. Әр жүкті әйелдің өзінің бір бейімділік әр адамда жекеше түрде жүруі мүмкін. Яғни бір әйелде кездесу мүмкін, бір әйелде кездеспеуі мүмкін. Бір әйел, солай. Енді дәрігер айтыңызшы, мысалға жүкті әйел, мысалға бірінші триместр болсын, екінші триместр болсын, осы ринит беременных мұрынның бітелуі пайда болды. Ол әйел неден бастау керек? Кімнен бастау керек? Аллергологқа бару керек па? Лор дәрігерге бару керек па? Немесе үй жағдайда өзіне көмектесе ала ма? Осы туралы айтып кетсеңіз. Ең біріншіден, егер мұрын бітеліп осындай жағдайлар туындайтын болса, ең бірінші жүкті әйелдерімізге айтатынымыз, ол бірінші лордан бастайды. Лор врач өзінің тарапынан болатын ауруларды сызып тастап, керек болса аллергологқа жібереді. Егер лор врачтан болмайтын болса, лор врач дегеніміз біздегі сол жаңағы мұрын пердесінің қисаюы болуы мүмкін, немесе жаңағыдай капляға тәуелділік. Осыларды біз бірінші өзімізден алып тастап, сосын барып керек болса біз аллергологқа жібереміз. Оның өзінде аллергия болатын болса, сол аллергияның салдарын біз емдейміз, ал оның себебін анықтайтын ол аллергологтар, біз емес. Сонда жүкті әйел, мысалы, жүктіліктің 12 аптасы жүкті әйелдің мұрны біте бастады. Оның ешқандай жаңағыдай грипп, ОРВИ сияқты температура, тамақтың ауруы деген сияқты проблемалар жоқ, бірақ әйелдің просто мұрны біте бастады. Осындай жағдайда ол бірінші лор дәрігеріне келу керек. Сізге келді, енді мысалы жүкті келіншектерге ешқандай соның ішінде бірінші триместрда дәрілік препараттарды қолдануға болмайды. Лор дәрігерінің тарапынан қандай іс-әрекет болады? Қалай жүкті әйелдерге сіздер көмектесе аласыздар? Ең бірінші біз жаңағыдай тексерістен бастаймыз. Бұл кісіге мысалы жүкті әйелдерде ең бірінші не кедергі болып тұр? Соны біз алып тастауымыз керек. Оның үшін біз эндоскоп аппаратымен мұрынның шырыш қабатын зерттейміз. Қарап шыққан кезде, егер мұрны бітеліп тұрған болса, біз жаңағыдай мұрын қуысын жуатын арнайы сондай аппараттармен бастап көреміз. Ол эндоскоппен мұрынның ішіне арнайы аппаратпен кіріп жатқан кезде ол жерде местный анестезия бола ма, немесе ауру сезімі бола ма енді? Жоқ, ондай ауру сезім тудырмайды. Ешқандай қауіптілігі жоқ. Ешқандай наркоз ештеңе керек емес? Жоқ, ешқандай наркоз керек жоқ. Бір кісілер болады, кәдімгі эндоскопты көрген кезде өздері қорқып кетеді да. Жоқ, ондай ешқандай ауырсыну сезімдері болмайды. Тек қана ешқандай дайындықтың да керегі жоқ. Келеді, отырады, тексереді и все. Сіздер ең алдымен эндоскоппен, арнайы аппаратпен мұрын қуысына кіріп, оның үшін тексересіздер. Одан кейін ары қарай? Тағы бір жайт, мысалы болуы мүмкін, бір кісілер келеді, менде болды талай арасында. Менде жаңағыдай мұрын бітелу дейді. Мен көптеп осы уақытқа дейін капля тамыздым, мынау тамыздым, былай көрдім, ана кісіге бардым, мына кісіге бардым дейді. Ал біз эндоскоппен қараған кезде, оның ішінде бізде синусит деген аурулар болады. Мұрынның жоғары қуыстарынан бізде слиз ағуы мүмкін. Мысалы, айтатын болса, мынау бізде мұрынның ішкі қабаты, көлденең кесінісі деп айтамыз. Қараңыздар, мұрынның ішкі қуысы бізде 3 жолақтан тұрады, 3 этаждан тұрады деп айтамыз. Ол бізде ең бірінші мына мұрынның еті. Төменгі мұрын жолының өзінің арнайы еті болады. Ортаңғы бөлікте өзінің тоже еті болады, и жоғары қуыста. Ең бізде реакция беретін, кедергі болатын бізде төменгі мұрын жолы мен и ортаңғы мұрын жолы. Біз жаңағыдай капля тамызамыз, спрей шашамыз, ол бізде төменгі мұрын жолын ғана ашады. Енді қараңыздар, жаңағы айтып отқан сөйлем жалғастырып кетсем, біз мұрын қуысын қараған кезде, эндоскоппен қараған кезде, бізде тек қана мұрынның еті ғана сынып қана қоймайды, сонымен қатар жоғарғы жақтан жоғары қуыстар, гаймор қуысы деп айтамыз, маңдай қуысы деп айтамыз, және негізгі қуыс бар бізде. Сол қуыстардан бізде шырыш шығады. Ол шырыштың өзі мұрынның еттеріне барған кезде,
ол оның бетінде тұрған бізде нерв талшықтар бар ғой, Иә. соны жыбырлатады. Жыбырлаған сайын бұлар жаңағыдай жауап ретінде мұрынның еті бірден ісініп кетеді. Ол да әсер етеді. Иә. Хронический гайморит, хронический синусит деген терминдер осылар. Ол былайша айтқанда басын ауыртпауы мүмкін, бірақ хронический, созылмалы түрде жүре береді ұзақ жылдар бойы. Мысалы, біз енді жүкті әйелдің мұрны біту туралы айтатын болсақ, мұрын қуысында жүкті әйелдің мұрны бітіп қалған кезде қандай процестер болады? Біткен кезде бізде мұрын қуысы адам демалған кезде ауа жоғары көтеріліп, ортаңғы жолмен жүреді. 70-80% ауаның өту бағыты жоғары қуыс, жоғарғы этажбен өтеді. Ал төменгі этажбен бізде керісінше ауа шығады. И бізде бір 10% қана өту мүмкін. Осы этаптан. Өйткені бізде не үшін ауа жоғары өтеді деген сұрақ тұрады барлығында. Өйткені бізде былай қарайтын болса, мынау бізде гаймор қуысы, бізде маңдай қуысы бар, және бізде торлық сүйектің қуыстары бар. Ауа ненің әсерінен жылынады дейді ғой? Қалай жылынады? Ауа кірген кезде сол қуыстарға кіріп, сол қуыстардан шығып жатқан жылудың әсерінен өтіп жатқан ауаға жылу береді. Және де мынау мұрынның еттерінің ішінде бізде сосудтар болады, тамырлар болады. Сол тамырлардың өзінің температурасы болады да, соның әсерінен ауа жылынады. Сосын жылынған ауа төмен қарай, мынау жұтқыншақ кеңсірт деп айтамыз. Сол кеңсіртпен ары қарай төменгі тыныс жолдарына қарай, өкпеге қарай өтіп кетеді. Енді жүкті әйелдің мұрны біткен кезде осы мұрын қуысында қандай процестер болады? Ол кезде бізде мына төменгі мұрын жолы мен ортаңғы мұрын жолы ісініп кетеді. Еттер ісінеді. Еттер ісініп кетеді. Соның әсерінен бізде ауа өтпей қалады. Ауа өтпей қалады. Соның әсерінен жаңағы жүкті әйелдердің кейбіреулері ауызбен демала бастайды. Осы. Енді жүкті әйел сізге келген кезде сіз айттыңыз, мұрын қуысын біз арнайы аппаратпен тексереміз деп. Сол аппаратты көрсетіп, сол процедура қалай болатынын көрсете аласыз ба? Так, бізде мына тұрған эндоскоп деп аталады. Бұл эндоскоптың өзінің жаңағы мұрынға, тамаққа және мынау құлаққа арналған синускоп, атоскоп деген мысалы, сондай ларингоскоп деген сияқты өзінің эндоскоптары бар. Мысалы айтатын болсақ, бізде мынау атоскоп, бір құлаққа арналған. Былай қарап, эндоскопты қосып, мен жаңағы мынау неден көрсетсем, мынау біз кірген кезде, мұрын қуысына кіретін кезде, мысалы қараңыздар, елестетіңіздер, біз мұрын қуысына кіріп жатырмыз. Былай кірген кезде осылай қараймыз. Барлығына камерадан, телевизордан тура осылай көрінеді бізге. Елестетіңіздер, мына бетінде бізде перегородка тұр да. Бізде мына еттердің жағдайын көреміз. Ісініп тұр ма, жоқ па? Ісініп тұр ма деген сияқты. Мұрынның ішінде бір ауытқулар бар ма? Иә, осылай қараймыз. Біз және жоғарыдан қарайтын болсақ, мынау ортаңғы мұрын жолынан кейбір кезде жаңа стезер алады. Шырша ағады, ірің ағуы мүмкін, кез келген нәрсе. Осы процестер көреміз. Қарап алдыңыз, бұл жүкті әйелде ринит беременных болған кезде бұл еттер қабынып тұрады. Келесі сіздің іс-әрекетіңіз біз анықтадық. Мысалға біз ринит беременнықты анықтадық. Бұл жерде енді бізге көп препараттар болмағандықтан бізде тек қана жергілікті мұрын қуысын жуу ғана сонымен ғана шектелеміз. Біздің мақсат ол тек қана әйелдің мұрнының жолын ашу. Жағдайын жеңілдету. Тек қана сол мақсатта жұмыс жасайтын боламыз. Ең бірінші бізде мұрын жуу. Мұрын жууды көрсетейін, бізде екі түрге бөлінеді ол жуу. Барлығы білетін шығар, кокошка деп айтамыз ғой. Мұрын қуысын механикалық түрде жуу. Екіншісі ол бізде узол аппарат. Бірінші түрін көрсетейін. Бірінші жаңағыдай кокошка деп айтады, көпшілік біле береді ғой. Осындай абсоспен арнайы раствор дайындаймыз. Раствор немесе фурацилин болуы мүмкін, ол ешқандай жаңағыдай аллергия туғызбайтын раствор. Және жүктіліктің кез келген аптасында? Иә, кез келген аптасында ол болады. Ол антибиотик емес. Екіншісі біз жаңағыдай физраствормен. Обычно физрастворға біз кейбір кезде жаңағыдай антисептиктер қосуымыз мүмкін. Ол жүкті әйелден сұрауымыз керек. Аллергиясы бар, жоқ деген сияқты. Сонымен қосып, сонымен жууға болады. Дәрігерге барған кезде қыздар міндетті түрде, егер де сізде қандай да бір препараттарға аллергия болса, дәрігерге оны алдын ала айтқандарыңыз дұрыс. Иә. Тағы да бір айтатын, бір ескертетін жайт, әйелдерге егер мүмкіндік болса, біз жаңағыдай
нафтизиназивин бар ғой. Оны біз көп уақытқа бермейміз. Өйткені ол өзіне тәуелділік тудыруы мүмкін, тем более ол әйел оны тамызып келуі де мүмкін. Егер тек қана тамыз жүрген болса, оны тек қана жуумен ғана шектеледі. Кейбір кісілерге біз айтамыз, осындай бір 2-3 күнге жаңағы жуу кезінде ғана біз оны қолданамыз. Жүктілік кезінде максимум 3 күнге дейін ол називин препараттарын қолдануға болады, мысалға, иә? 3, ары кетсе 5 күн. Одан артық қолданған кезде уже тәуелділікке шақырады. Қараңыздар, мынау бізде отсос. Жаңағыда мұрын қуысының бір бөлігінен біз су кіргізген кезде, екінші бөлігінен біз оны сорып аламыз. Мұрынның ішіндегі шығып тұрған шырыштар болсын, іріңдер болсын, оны жуып алып, жағдай жасаймыз демалуына. Бұл бірінші түрі. Екінші түрі бізде ол узол аппарат. Мынау тұрған узол аппарат. Бір жағынан физио ретінде де қолданылады. Бұл жерде біз жаңағыдай изотониялық ерітіндіні қолданамыз. Бұл кезде температурасы жылы, 40 градусқа дейін мысалы жылытылған. Әйел адамға ешқандай дискомфорт болмайды. Ешқандай дискомфорт болмайды. Біз тек қана осылай шашып, мысалы, кішкентай балаларды да жууға болады, 1 жастан бастап. Осылай мұрын ішіндегі слиздің бәрін шығарып тастаймыз. Ол да көмектеседі. Енді осы екі аппараттың қайсысы негізі тиімдірек, қайсысы жақсы эффект береді? Екеуінде плюстары бар. Екеуінде жаңағыдай оң әсер береді жүктілерге. Егер бұл жерде тағы да бір несі, жүктілердің кейбіреулерінде мысалы перегородкасы қисық болуы мүмкін. Ол кезде мынау соратын аппарат кедергі болады, қиындау болады жуу. Өйткені біз сорып атқан кезде мұрын пердесі қисық жағынан судың келуі қиындау болады. Ол кезде біз тек қана жаңа узол аппаратпен шектелеміз. Егер ешқандай былай кедергі болмайтын болса, онда тек мынау мұрынды жуып қана қоюға болады, механикалық түрде. Енді мысалы жүкті әйел осы проблемадан арылу үшін сізге неше күн процедураға келіп жүру керек? Процедураның күні ол бізде 3 күннен 5 күнге дейін созылады. Кейбір кезде іріңді процестер қосылатын болса, 7 күнге дейін баруы мүмкін. Одан кейін мысалы сізде 5 күн келді деліп, одан кейін әйел ол проблемадан толық арыла алады ма? Или сіз ары қарай үй жағдайда жасайтын рекомендациялар бересіз бе? Үй жағдайында жасайтын рекомендация ол міндетті түрде беріледі. Тек қана біз бұл жерде мұрынның жолын ашып, ары қарай біз спрей шашатын болса, спрей арғы бөлікке бару керек. Сол кезде эффективтілігі жоғары болады. Біз сол мақсатта ғана жуып береміз. Ары қарай үй жағдайында өздері ары қарай жалғастыру керек. Ал толыққанды арылу деген ондай түсінік жоқ. Өйткені біз жүкті әйелдерді толыққанды зерттей алмаймыз ол кезде. Диагностиканы өткізе алмаймыз. КТ, рентген түсіре алмағандықтан тек қана жүктілікті бітірген соң кейін барып толық тексерістен өту керек. Ол кісілерге солай біз айтамыз. Әзізбек Бақтиярұлы, мысалға кейбір келіншектерде арнайы лор дәрігерге келіп қаралу мүмкіндігі болмауы мүмкін. Немесе мысалға ауылдық жерде тұратын келіншектер болса, ол ауылда лор дәрігері болмауы мүмкін, немесе аппарат болмауы мүмкін. Сондай жағдайда жүкті әйел мұрны бітелген жағдайда, үй жағдайында өзіне қалай көмектесе алады? Сол туралы айтып кетсеңіз. Ең біріншіден жаңа жүкті әйел бізде өзі ажырата білу керек деп ойлаймын. Егер жаңағыдай гайморит, синусит басылатын кезде, ол кезде картина басқалай жүреді. Сол егер гаймориттен бөлек, картинасына қосылмайтын болса, тек қана мұрын бітелген жағдайда бізде ол кезде спрейлер бөлек болады. Жаңағыдай егер синусит болатын болса, әйел сразу біледі. Мұрны жаңағыдай ірің ағып, жаңағыдай ұстаған кезде ауру сезімі, еңкейген кезде былай бірдеңе ауыр сезім пайда болады бетінде. Ол кезде бөлек. Терапия бөлек. Емі бөлек болады. Ал егер тек қана жаңағыдай ешқандай мұрын құрғақ болады, ринит беременналықтарда, және мұрынмен бітелу қиын. Жатқан кезде мұрын мүлдем жабылып қалады. Бұл кезде емі бөлек. Яғни ол кезде біз арнайы спрейлер бар. Бірінші триместрде мүмкіндік болса, ол спрейлерді біз назначить етпейміз. Өйткені ол спрейлер бізде
мұрынға арналған жергілікті сол тіннің отек ісінгенін басу үшін сондай бір гормонды терапия бар. Оны біз аз мөлшерде екінші триместрден бастап қолданамыз. Ол жаңағыда FDI категориясы бойынша Б санатты топқа кіреді. Доказательный медицинадан өтпеген жағдайдың өзінде, бірақ эффективтілігі тератогенді жаңағыдай нәтижесін көрген жоқ. Ешқандай балада ауытқу туылған кезде балада ауытқу ондай ештеңе болмаған. Қыздарға түсіндіре кетейін, тератогенді эффект деген ол жүкті әйелдің ішіндегі балаға, әйел мысалы жүктілік кезінде қандай да бір препараттар қолданып жатса, егер де балада туа біткен ақаулар болатын болса, ол сол дәріден болған тератогенді эффект болып саналады. Енді сіздің айтып отырған спрейлеріңіздің тератогенді эффекті дәлелденбеген, яғни жүктілік кезінде бұл спрейдарды қолданған келіншектерде балаларында ешқандай ауытқулар болмаған. Ондай болмаған, бірақ енді ол әр дәрігердің өзінің индивидуальды подход дейді ғой. Әр әйелге қарай өзі назначить етеді. Мен практикамда ондай ешқандай ауытқу, Құдай сақтасын, ондай болмаған. Және бірінші триместрде біз көбінесе тұзды сулар береміз. Аквамарис болсын, аквалар болсын, соның бізде жаңағыдай бөлінеді топтарға гипертонический, изотонический және гипотонический деген сияқты. Соның біз тұзы көбірек, концентрациясы тұзы көбірек тұзды сулар береміз. Арнайы мұрынға арналған тұзды сулар бересіздер. Өйткені ол мұрынның шырыш қабатындағы ісікті басады. Тұз деген өзіне сора бастайды, тартып алады. Соның әсерінен мұрын демала бастайды. Және кейде біз називинді жаңағыдай 3 күнге немесе 5 күнге тек жатар алдында ғана сол кезде береміз. Ал жүктіліктің мысалы бірінші, екінші триместрінде жүкті әйелге қолдануға болатын називиннің проценті қандай? 1 жасқа дейін, 6 жасқа дейін ересектерге арналған деп олар бөлінеді. Називиндер негізі бөлінеді, туғаннан бастап 6 айға дейін бізде 0,01% беріледі. Екінші 6 айдан бастап, немесе 1 жастан бастап 6 жасқа дейін бізде 0,25%. Жаңағыдай 6 жастан бастап 12 жасқа дейін бізде 0,5%, 0,5%, ал 12 жастан және ересектерге бізге 0,1% називиндер. Осылардың қайсысын жүкті әйелдерге қолдануға болады? Бізде балаға арналған 0,05%, немесе 0,25% қолдануға болады. Бірақ қыздар максимум 3-5 күн, өйткені одан артық қолданатын болсаңыздар тәуелділік болуы мүмкін. Және бізде нафтизин және оксивин топтары бар. 2 топ. Көбісі бізде шатады. Називин, ол нафазалин деген сияқты. Осы називиндардың қолданған кезде жалпы механизмі қалай болады? Қай нәрсеге әсер ету арқылы адамның демалу қабілетін жақсартады? Нафазалин, називин дегеніміз ол бізде тамыр тарылтқыш дәрілердің топтарына жатады. Оның ішінде бізде альфа адреномиметиктер, олардың өзі бөлінеді, бірінші, екіншісі деген сияқты. Бізде қан тамырлардың сырт қабатында бізде альфа-адреномиметиктердің рецепторлары бар. Називинді, нафтизинді тамызған кезде бізде олар бірден барып соған әсер етеді. Мысалы адреналин сияқты. Адреналин сияқты, ол да бірден барып тамыр тарылтатын қасиетін іске қосады. Бірден іске қосылғасын тамыр тарылады. Соның әсерінен бізде қанның келу баяулайды. Ол деген сөз мұрынның ішіндегі етке қан баяу келгенсін, оның көлемі кішірейді. Соның әсерінен адам демала бастайды. Бірақ нафазалиннің минусы ол бізде 2-3 сағатқа дейін ғана көмектеседі. Називин ол бізде 12 сағатқа дейін. Атривин, називин, ксибилин олар 12 сағатқа дейін әсер етеді. Бірақ оның ұрыққа, жатырдағы балаға әсері төмендеу болады нафазалинге қарағанда. Яғни нафазалинді жүкті әйелге мүлдем қолдануға болмайды? Жоқ, мүлдем қолдануға болмайды. Егер де осындай қан тамырларын тарылтатын препараттар қолдану керек болса, називин жаңағы топтамасындағы дәрі препараттарды қолдануға болады. Көбісі сұрап жатады, називинмен жатырдағы баланың не екеуінің байланысы бар деген сияқты. Байланыс бар. Називин, жаңа айттым ба, тек қана мұрынның шырыш қабатында емес, сонымен қатар ол перифериялық тамырларында қызметіне әсер етеді. Ол дегеніміз ол біздің ми бағандағы сегментарный бөліктерінің тамырларын қыса бастайды.
Сосын бізде егер адам үлкен кісілерде көзінің давлениесі деп айтамыз ғой, Иә. глаукомасы болатын болса, оларға мүлдем болмайды. Бірден давлениесі көтеріп, көз соғыр болып қалуы мүмкін. Ол бар. Сосын бізде Сіз қазір називин группасының препараттары туралы айтып називин болсын, нафтизин болсын, екеуі бірдей. Бірдей. Иә. Сосын бізде жаңағыдай ол бұлшықеттер бар ғой, жаңағыдай тамырдың бұлшықеттерімен бізде жатырдың бұлшықеттерінің енді тонусы Иә. соған әсер етеді. Ол кезде жаңағыдай жатыр жиырылуы мүмкін. Угроза болуы мүмкін. Угроза болуы мүмкін. Ерте түсік тастау қаупі жоғары болады бізде. Сондықтан сіздер оны ары кетсе 3-5 күнге ғана 3-5 күнге ғана береміз. Оның өзінде тек қана жаңағы врач өзі тағайындап, өзі бақылауында ұстау керек ол әйелді. Яғни сізге үй жағдайында өзіңіз алып ол препараттарды қолданбағаныңыз дұрыс. Енді мысалға сіз айтып жатырсыз бағанағы тұзды сулар. Олар арнайы аптекаларда сатыла ма, және де қандай аттары қандай? Мысалы тұзды суларды жүкті әйел дәрігердің кеңесінсіз де өз үй жағдайында қолдана алады ғой мысалға. Әлде қолдануға болмай ма олар? Адам үй жағдайындағы тұзды сумен, мысалы біреулер болады, бір стаканға жаңағы 2 қасық деген Тұзды сияқты, тұзды салып, салып ас деген тұзын сияқты. салып. Бірақ оның концентрациясын ол кісілер біле бермейді. Иә. Мысалы жаңағыдай аптекаларда сатылатын тұзды сулардың олар жаңағыдай теңіз суынан, теңіз тұзынан деп айтады. Сондай бар. Сосын оның ішінде микроэлементтер бар. Пайдасы бар. Пайдасы бар. Енді аздап болса да и таза. Бізде жаңағыдай үйде қандай жағдайда жасалады ол? Оның өзінде кейбір кісілер болады, тұз бен сода қосып жататындар бар. Иә. Ол бізде мұрын кептіріп жібереді одан әрмен. Сондай бар. Жаңа айтатым ғой, әйел кісілер желательно жаңағыдай өзінің дәрігеріне көрініп барып, жаңа айттық қой, біз 3 топқа бөлінеді деп. Сол 3 топтың бірін береді. Кейбір кісілерде мұрын құрғақ болады да, оларға жаңағыдай гипертонический тұздар, тұзы көп сулар мүлдем болмайды. Өйткені ол барады да, жаңа тұз өзі әлсіз болып тұрған клетканың суын қайтадан сорам деген кезде мұрын қанап кетуі мүмкін. Сондықтан оларға гипотонический растворлар дайындайды. Сондай растворлар береді. Тұздықтың проценті қандай болу керек екен, оны тек қана дәрігер ғана таңдай алады. Иә. Аптекаларда байқаса, егер адамдар жаңағыдай мән беріп қарайтын болса, жаңағы әрбір тұзды судың бетінде коробкасына жазылады. Гипертонический раствор. Оның проценті болады бізде 0,9-1%-тен жоғары болады. Гипертоническийлер 2-3%-ке дейін барады. 2-3% деген өте тұзды. Ол бізде гайморит, сондай кезде біз қолданамыз. Ал изотонический раствор дегеніміз, біз ол 0,65-0,7%-тен бізде 0,9%. Ол кәдімгі физраствор. Солар аралықтағы тұзды сулар. Ол нормада кез келген жағдайда үйде болсын, профилактика ретінде қолдануға болады. Ал бізде жаңағыдай мұрын қанайтын, мұрны құрғақ, ішінде корочка жинап қала беретіндер, жаңағыдай мұрны жиі қанайтын кісілерге бізде желательно гипотонический. Ол деген 0,7-ден төмен қарай проценттегі сулар кетеді. Ол кезде шашқан сіздің спрейіңіз клеткаға ене бастайды. Сол кезде адамға комфорт сыйлайды. Енді біз спрейді шашар алдында міндетті түрде мұрын қуысын жуып алуымыз керек. Солай ма? Жоқ, тұзды сулардың өзі негіз мұрын жуады. Негізінде. Мысалға енді жүкті әйел үй жағдайында мұрны бітіп қалған кезде өзіне қалай көмектесе алады? Ең бірінші мұрын жуу дедіңіз, иә? Енді үй жағдайында жүкті әйел қалай дұрыс мұрын жуу керек, немен жуу керек, және де қалай жуу керек, соны көрсетіп кетсеңіз. Так, бізде үй жағдайында жууға бізге тек пока физраствор. Қыздар, кез келген дәріханадан, жалпы кез келген амбулаторияда мынандай изотоникалық натрий хлорид деген физраствор бар. 0,9%. Бұл физраствормен мұрынның қуысын, ауыз қуысын жалпы жуа беруге болады. Бұл жүктілік кезінде кері ешқандай әсері жоқ. Бұл арнайы сондай кез келген адамға қолдануға болатын ерітінді. Иә. Осыны мысалға алдық делік, одан кейін шприцке алып аласыздар. 20 мл шприц. Мысалы мұрын қуысы, біз шприцпен шашқан кезде былайынан осылай жуылады. Бізде бүкіл мынау мұрынның еті қамтылады. Осылай жуылу керек болады. Ең бірінші егер бізде қатты мұрын бітеліп тұрған жағдайда, әуелі називин, жаңағы біз айттық қой, детский дозировкада тамызып мұрын жолын ашып алу керек. Өйткені ашпасаңыздар, сіз тек қана мұрынның кіреберіс қана жуылады да, артқы бөлек қалып қалады. Осындай жағдайда осылай істеуге болады бізде.
називин тамызып мұрынды ашамыз, сосын барып жуамыз. називин тамызғаннан кейін жууға дейін қанша уақыт 5 өтеді? минуттай. 5 минут Жетеді. күтеміз де, Иә, 5 5 минуттан кейін жуа жетеді. бастаймыз. Иә. Ол кезде біз сіздер тамызыңызды, оны тамызуын қазір қалай тамызу керектігін көрсетеміз тағы да. Осылай жуылады. Тағы бір жуудың бір әдісі, ол бізде арнайы сондай бір құралдар бар. Немесе система для промывания деген аптекада сатады, немесе жаңағыдай бізде Dolphin, жаңағыдай өзінің баллончиктері болады. Соның бірін көрсетейін сіздерге. Бізде осындай мұрын жууға арналған баллончигіміз бар. Ол кез келген дәріханада сатылады, иә? Кез келген, иә. Арнайы ішіне физраствор жаңағыдай айтқан құямыз. Сосын барып, оны мына жерде бізде реттегіші бар. Бассаңыздар ағады. Былай төңкерген кезде үстінен бассаңыздар былайынан. Осылай жууға болады. Қанша уақыт көлемінде жуу керек? Күніне 3 мезгіл жетеді. Орташа айтқан кезде 2-3 мезгіл бізде. Таңертең және жатар алдында ол міндетті түрде. Өйткені бізде жатар алдында мұрынды ылғалдап жату ол жүктілерге маңызды. Немесе дәріханалардан арнайы спрейлар сатып алып, солармен де жууға болады, иә? Иә. Спрей шашқан кезде бізде қалай болады механизм? Арнайы әдісі бар ма сонда? Бізде шашқан кезде, мынау бізде бетін, шашатын бөлігін арнайы мұрынға кіргізген кезде, оның үшін мына көздің қырына қарай бағыттаймыз. Тіке емес. Өйткені мынаның шыққан қысым, егер әйелде перегородкасы қисық болатын жағдайда, ол сол жерде зақымдауы мүмкін. Сондықтан мынаның үшін біз көздің бұрышына қарай бағыттап, сол бөлікке қарай шашамыз. Сол оң жақта, наоборот, былай қарай шашамыз. Ең шашқан кезде мұрында не болады? Жаңағыдай көрсетейін. Ол кезде бүкіл мұрынның бөлігі қамтылады, қараңыздар. Осылай бүкіл жаңағы 3 этаждың бәрі қамтылады. Яғни мысалға осындай арнайы спрейлармен жуатын болса, ешқандай шприцсіз де осындай спрейлармен де жууға да болады. Иә. Жаңа арнайы тұзды сулармен жууға болады. Ешқандай жүктілердің ешқайсысын кез келген триместрінде жууға болады тұзды сулармен. Енді жүкті әйел мұрын жуып алды. Иә, одан кейін енді мұрын бірінші називинді тамызды, одан кейін мұрын жуып алды. Иә. Яғни осы процедура ол әйелдің мұрын ашуға көмектеседі. Иә, енді қараңыздар. Бұл жерде біз айттық қой, жаңа бірінші триместрде біз ештеңе қолданылмаймыз. Біз айтатынымыз осы ғана көмек. Пока әзіргі уақытта. Өйткені бірінші триместрде мен көп байқай қойған жоқпын, ондай қатты былай бітеліп келеді. Көбінесе мына екінші, үшінші триместрде көп келеді. Ал тағы бір қызық бір жай бар. Токсикоз бірінші триместрде болды, мысалы, уже 10 аптадан бастап па. Сол кезден бастап бір кісінің айтқаны бар. Ол спрейге де, жаңағыдай вазомоторныйға да ешқандай гормональный перестройкаға байланыссыз. Адам жатқан кезде бізде рефлюкс деген бар. Жаңағыдай токсикоз болған кезде асқазанның заттары көтеріледі ғой. Көтерілген кезде өңешке қарай көтеріледі, сфинктерлер босаңсығаннан кейін бізде тамақ мұрынның артқы бөлігіне де барады. Сол кезде мұрынның бізде жаңағыдай мына артқы бөлігінің еттеріне барып тиген кезде осы артқы бөлігі ғана ісіп кетеді. Сөйтеді мұрын жолын жауып қояды. Былай көп кісілер былай қараған кезде ешқандай ештеңе жоқ сияқты көрінеді. Бірақ әйел кісі айтады, мен мұрын бітеліп тұр. Демалмаймын. Барлық қояды, сізде ринит беремін деген сияқты. Бұл жерде еще сіз тек қана мұрынмен емес, жаңа токсикозында басуға тырысу керек. Сол кезде барып аздап жеңілдік пайда болады. Егер әйелдің токсикозы басылса, бұл проблемада өзімен өзі кету мүмкін. Бір жолы ол да. Енді мысалы сіз айттыңыз, 2-3 триместрда көбірек кездеседі. Және де сондай мұрын бітелген кезде біз кейде гормоналды препараттарды да рекомендация кеңес беріп жатамыз дедіңіз. Енді осы жүктіліктің 2-3 триместрында қандай гормоналды препараттарды және неше күн ішінде қолдануға болады жүкті әйелге? Жергілікті интраназальный кортикостероидтар деп айтамыз. Соның ішінде бізде мометазон бар, жаңа флутиказон деген топтар бар, будисонид деген мысалы сондай дәрілік топтар бар да. 2-ші триместрде мен өзім жеке тек қана жатар алдында 1-2 рет қана беремін. Оның өзінде біз жаңағыдай 10 күн немесе 14 күнге дейін ғана бере аласыз. Иә, бере аламыз. Оның арнайы несі күні жоқ, мысалы, мынанша күн деген сияқты. Жаңа бір кісілер ойлап қалмас, ойбай бермейді, болмайды деген сияқты. Жаңағы аннотациясында
бізде қарсы көрсеткіштер деген болады. Иә. Ол жерде бізде жүктілікке деген сөз жоқ. Мгм. Бірақтан сонда да абайлау керек. Дәрігер өзі берген дұрыс. Қыздар, гормоналды препараттарды тек қана дәрігердің кеңесімен ғана қолдануға болады. Яғни үй жағдайында өзіңіз гормоналды препараттарды сатып алып қолдануға болмайды. Көбісі ойланады, жаңа гормональный деген кезде бәрінің ойына келетін преднизолон, дексаметазон. Не? Гормон. Иә, бірақ бұл дәрілік топтардың қанға сіңірілу мөлшері бар. Ол бізде 0,05% қана түседі, немесе 0,01% қана қанға сорылады. Даже сорылмауы да мүмкін. Біз кейде балаларға да беріп жатамыз ол нәрсені, бірақ ондай ешқандай ауытқу ондай көрген жоқпыз. Үшінші триместрде жүктілерге біз мөлшерін көбейтуімізге болады. Ол кезде баланың ағзасы дамып кетеді ғой. Организм сатысын өтіп кетеді, бүкіл ағза дамыған деген сияқты. Ол кезде біз жаңағыдай 1 айға дейін қолдануға болады. Мөлшерін ұзартуға болады. Енді сіздің тәжірибеңізге қарайтын болсақ, жүкті әйел жүктіліктің 2-ші триместрінде мұрын үй жағдайында жуып, бағанағы сіз айтқандай гормоналды препараттарды 10 күн қолданды делік. 10 күннен кейін әйелде жаңағы мұрынның бітелуі қайтадан қайталанады ма, немесе көп жағдайда уже гормоналды препараттар қолданғаннан кейін қайталанбайды ма? Қайталануы мүмкін. Тағы да дәрілік топтардың бір жанама әсері бар да. Егер әйел кісі жаңағыдай називин или жаңағыдай спрейді қолданған кезде, ол спрейлер бізде тамырды тарылтып қана қоймай, шырыш қабатын құрғатады. Құрғаған шырыш қабат бізде постоянно негізі майланып тұрады, мұрынның шырыш қабаты. Всегда шырыш бөлінеді. Ал називиннің әсерінен құрғағаннан кейін ол тер бір-біріне жабысып қалады. Шырыш қабат. Жаңағы біз беретін гормональды препараттар, спрейлер, оларда аздап мұрын құрғатуы мүмкін. Оған да мән беруіміз керек. Болады, кейде мен айтам, осы спрейлерден кейін сіз Аквамаристің изотоникалық расторларын, ерітінділерін қолданып, артынша жуып отырыңыз. Міндетті түрде. Сонымен қатар бізде жаңағыдай мұрынның жабылуына әсер ететін факторлар бар ғой. Бір факторын айтып өттік, аллергия деп айттық, бір факторы синуситтер, гаймориттер. Тағы бір факторы, көп адам елей бермейтін шығар, үй жағдайында болатын бөлменің ыстықтығы. Ол да әсер етеді. Яғни жүкті әйелдің мұрны бітетін болса, біз сол әйелдің ұйықтайтын бөлмесінің температурасы, ылғалдығы, оның барлығын ұстау керек. Енді қалыпты осындай проблема болмау үшін қалыпты жағдайда бөлмеде қандай температура және де қандай ылғалдық болу керек? Бөлменің температурасы 20-23 градустың арасында болады. Яғни ыстық болмау керек. Ылғалдығы 50-60% болу керек болады. Кейбір кісілер жаңағыдай арнайы ылғалдататын аппараттар қолдануға болады. Сонымен қатар влажный уборка деп айтамыз ғой. Сондай өз қолдарынан келетін нәрсе, ол сол күнделікті үйді ылғалдандырып отыру, яғни еденді жуу деген сияқты. Ауасын алмастырып тұру деген сияқты ондайлар да бар. Және бізде домашний аллергиялар, ол домашний клештен пайда болатын аллергендер. Олар да әсер етеді мұрынның бітелуіне. Көбінесе ол таңертең тұрған кезде байқалады. Дәрігер, енді мысалы жүкті әйел, мұрын біту проблемасы бар әйел, үй жағдайында сіз айтқандай методикалармен мұрнын жуып жүр, керекті препараттарды алып жүр. Енді бұдан басқа қандай да бір кеңес беріле ме жүкті әйелдерге? Жүкті әйелдерге жаңа медикаменттерден бөлек өздері істей алатын, ол тек қана жаңағыдай, мысалы жатар алдында сыртқа шығып серуендеп келуге болады. Адам қимылдаған сайын бізде қан айналым пайда болады ғой. Ал нафтизиннен бөлек адам жатқан кезде ол бүкіл қан айналымының қан тамырларының ішіне қан толып, ол төмен қарай ығысады. Сөйтеді, мұрынның ішіндегі еттерін толтыра бастайды. Сондықтан физический нагрузка ол да бізге әсер етеді мұрынның жаңағыдай бітелмеуіне. Мысалы жүкті әйел серуендеуі бар, одан кейін жаттығу жасайтын болса, мысалы оның барлығы жақсы ықпал ете ме? Әрине, оның барлығы жаңағыдай оң әсер береді. Сонымен қатар бізде істей алатын заты, ол кішігірім өзі массаж жасауға болады. Мұрын бітеліп тұрған кезде, мұрынның кіре берсін, мынау бізде крылосы дейміз ғой, қанат. Осының айналасында бізде точкалар бар, соларда былай массировать еткеннің өзінде бізде қан айналым жаңағы ішке нерв талшықтарымен импульс жүреді. Соның әсерінен де тітіркеніп жиырыла бастайды. Ол бар. Яғни массировать ете отыра мұрын бітеліп қалған кезде оның ашылуына көмектесу керек.
Қай точкалар көрсетіп жібересіз? Бізде мынау кіре берсе, мынау қанаттың айналасында бұрышында тұрған. Осы екі точкамен айналдырып, осы массаж жасау болады. Сол кезде бізде мұрын ішіне шырыштар көбірек бөліне бастайды да. Жаңағы құрғақ мұрын болса, оны ылғалдайды. Ал жаңағыдай бітеліп тұрған болса, нерв талшықтарымен иннервациялап жируға әсер етеді. Ал күніне мысалға 1 рет, 2 рет, 3 рет деген рекомендациялар бар ма? Және қанша уақыт ішінде? Где-то бір 2-3 минуттай осы жеңіл бір массаж жасауға болады. Күніне бір 2-3 рет деген сияқты жеткілікті. Өте құнды ақпараттарыңыз үшін көп рахмет. Қыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лор дәрігердің барлық Instagram парақшасын, жұмыс жасайтын жерін барлығын осы видеоның астына жазып қоямын. Егер де Алматы қаласында тұратын болсаңыздар, дәрігерге келіп қаралсаңыздар болады. Егер де қандай бір сұрақтарыңыз болса, егер де сіздерде осындай мұрын проблемалары болатын болса, дәрігердің Instagram парақшасына жазып, сол жақтан кеңес алып отырсаңыздар болады. Барлық ақпаратты дәрігер туралы мен осы видеоның астына қалдырамын.